Армысыздар, қадірменді тыңдармандар. Мынау Қызылорда қаласы. Біздің Қызылорда қаласындағы Қызылорда деп жазылып тұрған жазулар, әдемі көшені сәндеп қойған. Қандай әдемі, жаңадан қойылған, бұрын көрмеппін осыны. Жалпы Қызылордада әр жер өзінше әдемілік бар. Жасап, сәндеп, уақыт өте келе бұрын көрмеген нәрселерді қояды, ескірген нәрселерді алып тастайды. Әйтеуір біраздан бері далаға ол жаққа бармай қалып, кейіннен барып барсам көресің қаншама өзгерістер болып жатқаны. Міне осындай ғана өте биікті емес, өте қымбатта емес, осындай қойып қойыпты. Мен кез келген нәрсені мән беріп қараймын. Бұрын қандай болды, қазір қандай болып тұр деп ше. Жалпы талапқа сай ма жоқ па деп небір әдемі мықты мамандардың жұмыстары қойылады бұл жерлерге. Қарапайым ғана болғанымен бұл өзіміздің Қызылорданың ажарын аша түсері анық. Жалпы мына жерде сүйікті қалам деп жазылып тұрғанның өзі адамдардың шынымен де Қызылорданың өзіміздің сүйікті қаламыз екеніне, жанашырлыққа бір үндеп тұрғандай болып көрінеді. Мынау қазақы оюларды өте жақсы көремін. Негізі маған қатты ұнады. Мына оюдың тұрған тұрысы әдемі жасаған. Түнде бұлар жанып тұрады. Ал мына суретке келетін болсақ, мынау енді бұны кәдімгі қаладан қаржыландырып жасалмаған. Негізі мынау кәдімгі жұмысшылар бір үй жол жерлерге барып жұмыс жасайды ғой. Сондай жерде бір вагончиктер тұрады. Адамдар ол жерде үй жоқ, сондықтан ана вагончиктің ішіне тамақ ішеді, сол жерге демалып алады да, сосын қайттан жұмысты ары қарай жалғастырып кетеді. Сондай мынау жұмысшылардың вагончигі. Соның мына көше бет жағына әдемі сурет салған ғой. Мен маршруттан өтіп бараттым да, мынаны көрдім де, сол жерден түсіп қалдым. Көрейінші осы шынымен сол вагончикке салып қойған ба, мына суретті жоқ па деп. Жақындап барып қарасам, жоқ, кәдімгі вагончикке әдемі сурет салған ғой. Қалай ерінбей жасаған деймін да. Вагончикте тұрған сурет, енді темірге салынған сурет, білмеймін, қаншалықты ұзақ тұратын білмеймін, бірақ сол жаңағы гараждардың сыртын краскілеген кезде ұзақ тұрмайды ғой. Бір қабыршақтанып кетіп алынып қалатын сияқты. Бірақ енді мына жерде бір қараған кезде сондай әдемі талдар, өзен, су, кәдімгі әдемі даланы көз алдыңа әкеледі екен. Ерінбей барып, түсіп, жолдың арғы бетіне өтіп, осыны суретке түсіріп алдым, видеоға түсіріп алдым. Бастан аяқ түсірдім. Көшеде өтіп баратқандар қарайды, мына кісі не істеп тұр деген шығар. Мен ана суретке қызығып қарадым. Негізі осында үлкен фонда сурет салу өте қымбат тұрады. Мына кісі негізі өзінің қолынан келетін бағасын әшейін сала салды ма деп ойлаймын. Өйткені бұны ақшаға салған нәрсе сияқты көрінген жоқ. Бірақ сол көше бет жағына ғана салған ау деймін деп ойладым, бірақ арғы бетіне өткен жоқпын. Бергі бетінен сол көше бет жағынан суретке түсіріп алдым. Міне мына әдемі өзен көк-көмбек болып жатқан. Қандай әдемі көрінеді. Негізі мына видеода онша видео бұның ажарын ашып, кәдімгі көзбен көргендей қылып тұрған жоқ. Негізі далада тұр бұл, кәдімгідей далаға салып қойған. Сондай бір күшті жалынған, керемет суреттен хабар бар адам салмаса, дәл мынадай салу мүмкін емес. Кәдімгі бұл бір кетіп баратқан кезде забор сияқты көрінуі мүмкін біреуге, бірақ бұл әдемі салынған. Тіпті сваркілеген жерлері қара-қара болып көрініп тұр екен. Бірақ енді білмеймін, мынадай сурет салу үшін соншама білім керек қой. Суреттен хабар бар, кәдімгі суретші мамандығын оқыған адамдар өстіп салатын шығар. Үлкен фонда сурет салу әрине қиын, екінің бірінің қолынан келмейді. Негізі өзім тіптім суретке икемім жоқ екен мен. Бірақ мен біреудің салған суреттерін қараған жақсы көремін. Бір кітапханаға, бір жақтарға барған кезде көп сурет. Сол барған жерімде кітапхана болсын, басқа жерлер болсын, музей болсын, әйтеуір барған кезде керемет бір суреттер тұрса, сол суреттерді міндетті түрде түсіріп аламын. Қандай әдемі сурет болса, әрине ұнаған суреттер болса түсіріп аламын, сондай әдетім бар. Жалпы мына сваркілеген жеріне шейін көріп тұр. Қандай әдемі қылып салынған. Негізі кейбірлер балабақшалардың сыртына әдемі бір мультяжный суреттер салып қояды ғой. Солар да өте әдемі көрініп тұрады. Үлкен фонда кәдімгі есіктің дарбазасына, заборына суреттер салып қояды. Сондай суреттерді қатты жақсы көремін. Суреттер видеоға түсіріп алғым келеді негізі. Міне танымайтын адамның еңбегі болса да суретке түсіріп алған дұрыс.